Мен алғашқы қар жауғанша мынау бояу қолыңда қалса, алғашқы махаббатыңды шынымен де кездестіреді екенсің. Рас па? Ал, міне ғой, асықпа. Жоқ, менің тырнағымды алмаңдар. Бұлай қырсыға берсең, саған ренжіп Әлгі қалам. алғашқы қар жауған жоқ қой. Алғашқы қар? Менің балалық шағым сүйікті әке шешемнің қасында. Әлі мағынасында түсіне бермейтін алғашқы махаббатты күтумен өтті. Ол кезде мен сол бақыт мәңгі жалғаса береді деп ойладым. Бірақ та алғашқы махаббатты күткен сәттеріммен әке шеше мейіріміне толы бақытты балалық шағым бірте-бірте сейіле бастады. Бейтаныс, әрі қиындыққа толы өмірмен тез қауыштым. Соған қарамастан тек алға ұмтылумен болдым. Әрине, шалыс басып, қателік жіберген кездерім де болды. Бірақ соған қарамастан мен тек алға ұмтылдым. Мәнді, әрі мағыналы өмір сүру оңай емес екен. Міне керемет. Мен тамаша. Құттықтаймын. Құтты болсын. Чайың мен боласыз ба? Иә. Сәлемдем алып келдім, қолыңызды қойып беріңіз. Рахмет. Жіберген адамның есімін шынымен де біле алмаймын ба? Жоқ, бұлай таба алмайсыз. Кешіріңіз. Әлгінде ғана хабарласқан Чайың мен боламын. Оқудың ақысын төлеу мерзімін созуға бола ма? Жаңа ғана төлеп кетті ғой. Не дейсіз? Бұл өмірде жалғыз емеспін деп қатты дауыспен айғайлағым келеді. Сізбен алғашқы кездесуім осылай көлеңкедей болғанымен бар екеніңіз бұл өмірде жалғыз еместігімді түсінгенім үлкен үміт пен бақыт сыйлайды. Менің жұмбақ жәрдемшім.
Сізбен бетпе-бет жүздесетін сәтті асыға күтудемін. Сол мезет қашан туар екен? Сеул қаласы. Өмірде бәрі алма кезек деген сөз бар. Бүгінгі күніміз сәтсіз өтсе, келесі күнім жақсылыққа толы болатынына сену керек. Махаббатқа толы күндерде жүздескенше, сау болыңыздар. Сәлеметсіз бе? Ай қыз, ай қыз. Құжатыңды көрсетпейсің бе? Ауылдық радио? Мені мазақ қылып тұрсыз ба? Басқа біреу таппадың ба? Жұмысыма кедергі жасайтын болдың ғой. Сен жаңадан келген жазушымыз туралы ештеңе білмейсің бе? Білмеймін. Не істеп отырсың? Жасөспірімдер сияқты чат арқылы сөйлесіп отырғаның ұят емес пе? Жанымдағы адамдармен тіс жарып тіл қатыспаған соң осылай шерімді тарқатамын. Сәлеметсіз бе? Иә, мырза, бәрі жақсы ма? Иә. Танысып қойыңыздар. Келесі аптадан бастап бізбен бірге жұмыс істейтін жаңа жазушымыз Чай Ин-мин. Сәлеметсіздер ме? Чай Ин-мин болам. Осыған дейін ауылдық радиода жұмыс істегеніңіз рас па? Иә. Қариялардың ғұмыры ұзақ болсын атты бағдарламаға сценарий жаздым. Иә, мырза. Қабілеті аз мамандарға сценарий жазғызып, менің жұмысымды қиындатайын дедіңіз бе? Онсыз да тыңдаушыларымыздың саны азайып бара жатқанын өзіңіз білесіз. Ин-миннің қабілетін әлі білмейсіз ғой. Біздің радиомызға тек сәттілік алып келеді. Көресіз әлі. Қалай боларын көреміз. Мінекей, менің есімім Каң Жоң Жоң. Жұрт қысқартып Жоң деп атайды. Үйің қай жерде? Инчон қаласынан қатынаймын. Инчон? Алыс екен. Сеулді жақсы білмейтін шығарсың. Жоқ, бұрын Сеулде тұрғанмын. Алғашқы жұмысым сол қаланың маңайында болған соң, үйімде сонда қалды. Таңғы бағдарламаға кешігіп жүрмес екен. Үй міне. Кіреміз бе? Жүр. Мәссаған. Әдемі екен. Шынымен де осында тұра берсем бола ма? Әрине тұра бер. Бұл үйдің иесі кім? Біздің радиомыздың қызметкері. Ауырып, қазір шетелде емделіп жатыр. Өзі келгенше тұра берсең болады. Ауырып жүр дейсіз бе? Алғысымды айтайын деп едім. Қашан қайтып келер екен? Ұзақ емделетін сияқты.
Бүгін жаңа үйге көшіп келдім. Өзіңіз сияқты бір жақсы адам үй тауып берді. Бірақ үйдің иесін әлі танымаймын. Аға, ертеңнен бастап радиода менің жазғаным оқылады. Міндетті түрде тыңдаңыз. Мына дискет оқылмайды. Оқылмайды дейсіз бе? Мүмкін емес. Келмей жатып бүлдірдің бе? Мынау не? Бұл қай мазақтарың? Алғашқы күннен ұнамаған еді. Қабілеті бар екен рас па? Бүгін мұнаны оқымаймын. Жион, кешіріңіз. Тек бүгін ғана осы қағаздан оқысаңыз қайтеді. Бәріңізге қайырлы таң. Аптаның ішінде ең ауыр күн неге дүйсенбі екенін білесіздер ме? Жексенбінің кешінен бастап ертеңгі жұмысты ойлап уайымдағандықтан. Сол себепті демалыс күндерін ештеңе ойламай жақсы өткізгеніміз дұрыс болар. Мына қағазды тіпті оқу мүмкін емес. Алғашқы күннен бастап қателік жіберсең кейін не болады? Ұсыныс хат арқылы жұмысқа кірген қызметкер тіпті сценарий жазуды білмей ме? Кешіріңіз, енді мұндай қайталанбайды. Уәде берем. Алғашқы жұмыс күнің мұқият болсаң қайтер еді. Енді сенің кешірімің маған керек емес. Кешіріңіз. Енді мұндайыңды көрмейтін болайын. Кешірім сұрағанша сценарий жазуды үйрен. Мұндай жазушыларды тіпті мәтін тексеруге де жолатпау керек. Жарайды енді, кешіре салыңыз, ондай болып тұрады ғой. Ай. Неге көтерілмей жатыр? Сынып қалды ма? Естіп тұрсыз ба? Естіп тұрсыз ба? Тыңдап тұрмын. Лифт сынып қалған сияқты. Жоғары қабатқа көтерілмейді. Сәл күте тұрыңыз. Қанша адам бар? Жауап беріңіз. Амансыздар ма? Жауап беріңіз. Амансыздар ма деймін? Иә, көтерілді, кешіріңіз. Еңмен, Иә, жігітің бар екен ғой. Саған торт жіберіпті. Келдің бе? иә. Алғашқы бағдарламаңды тыңдадым. Алдағы уақытта да сенің жазғаныңды тыңдаймын деген үміттемін. Мұнан алып келген адамды көрдіңіз бе? Сәлемдеме таратушы адам алып келді. Тоқтаңыз! Тоқтаңыз! Әлгі жұмбақ жәрдемші романында жазылған кейіпкер сияқты адам ба? Бұл жеке құпиям. Біреуге айтып қоймаңыз. Құрдаспыз ғой. Бір-бірімізге сыпайы сөйлемесек те болатын шығар. Неге? Сонда да... Лауазымым төмен болған соң сыпайы сөйлейін бе, сонда... Жоқ. Жарайды. Сыпайы сөйлемесек те болады. Әрине, ал енді әлгі жұмбақ жәрдемшің туралы айтып берші. Шын мәнде ол адамның кім екенін білмеймін. 4 жыл бойы менің оқуымның ақысын төлеп келді. 4 жыл бойы дейсің бе? Неге? Неге екенін өзім де білгім келеді. Сұраған жоқсың ба? Сұрай алмадым. Бір ретте кездесіп көрген емеспін. Еңмен, енді бұл жерге келме. Әлгі адам саған мынаны тастап кетті. Сол күні ол жәрдемшіні іздеп жүргеннен гөрі жетістігімді көрсеткенім дұрыс болатынын түсіндім.
Жақсылығын қайтарудың жалғыз жолы осы. Бір жыл бойы ол жәрдемшіден хабар болмап еді. Енді міне қайтып келді. Ақшамды қайтар деген жоқ па? Жоқ, Бір кәрі шал үйленейік деп келіп тұрмаса болған. ол адам маған әкемдей жақын болып кетті. Иә, Сен де қайдағын айтасың, жас жігіт емес, қаусаған кәрі шал болып шықса не істейсің? Қайда кетіп қалды екен? келіп қалар. Журналдарды қарап шығайық. Жақсы. Йоңмин? Мына жерге қалдырып кеткен кітаптарды көрген жоқсыз ба? Оларды орнына қойдым. Ал торт қайда кетті? Торт дейсіз бе? Қалжыңдамаңыз. Жаңа ғана осында қалдырып кеткен едік қой. Құлап қалды ма? Бұл жолы сіздерге бір алғыс хат оқып берейін. Тақырыбы қызық екен. Жұмбақ жәрдемші. Бір жылдан кейін тәтті тортын тосын сый ретінде сыйлаған жұмбақ жәрдемшім, осы уақыт бойы мені Өзіңе бақылап роман жүрген жазу екенсіз ғой. Иә, Енді бір сізге күні оны да алғысымды жазармын. білдіре алатын мүмкіндікке ие болдым. Жақсы бір адамнан көмек алған көрінеді. Бұл алғыс хат маған ұнады. Ендеше Е-ый-до ауданынан хат жіберген Еңминге мына әуенді тарту етеміз. Менің ойымша, әлгі жұмбақ адам үнемі сенің жаныңда жүреді. Енді өзің ойлаш, үнемі сенің жаныңда жүрген адам ғана сенің жағдайыңды біліп тұрады ғой? Иә, мына кеңседе ондай адам бар мекен. И мырзадан басқа әрине. Күтіп қалдың ба? Қорқыныштан өліп кете жаздадым. Енді түн ортасында неге қорқынышты кино көріп отырсың? Жаңа кино көрсем, жаңа ойлар келеме дегенім ғой. Жол жүргел жатырсың ба? Иә. Төсектің үстінде отырған қыз кім? Төсекте кім отыр? Кім? Таныстырмайсың ба? Әй, қойш. Сәлеметсіз бе? Түрің кинодан да қорқынышты болып кетті. Бұлай қалжыңдамаш. Жалғыз өзім қалғанда қорқамын. Солай ма? Қорқсаң бірге тұрамыз ба? Қорқынышың басылғанша. Рас айтасың ба? Бірге тұрғың келе ме? Егер де бірге тұрғың келмесе, бірден айт. Айта бер, ренжімеймін. Бірге тұратын болдық, қуаныштымын. Мен де бір үйде тұрып жатсақ та бөлек тұрғандай сезімде болуымыз керек. Ал тамақты маған мына жерге салып қой. Жақсы. Асың дәмді болсын. Қабілетің барына күмәнданып қалдым. Бір апта өтсе де жазғаның әлі сол қалпында. Ал маған ұнайды. Саған бәрі ұнайды ғой. Бастамаш жаман емес. Тыңдаушыларымыз үйрене алмай жатқан шығар. Әуенді де тақырыпқа сай таңдай алмайды. Иә, мырза, неге Енминді үнемі қорғаштай Әлде бересіз? сіздің танысыңыз ба? Танысым деп кім айтты? Ұсыныс хаты жақсы болған соң жұмыс қалдық. Ай, екеуінің арасында бір жақындық бар анық. Әйтпесе қорғамас еді.
Кітапханадағы жігіт осы маңайда тұратын сияқты. Солай ма? Жаңа үйге келе жатқанда көріп қалдым. Ол жігітті ұнатып қалдың ба? Есің дұрыс па? Ұнатып қалдым деп кім айтты? Кездесейік деп айтты. Сүйіктісі бар шығар, қызықсың ғой. Шынымен де ұнатып қалған сияқтысың ғой. Жоқ. Өшіп қалды. Мынаған не болды? Бір жылдан кейін өзіме жіберілетін хат. Қызық екен. Сонда өзіне хат жазып қойған ба? Өзің туралы естеліктер 소중히 간직한 мәңгі есімде қалсын деп. 메일로 Өзің туралы осы хатқа жазып отырмын. 1년 뒤에 Бір жылдан кейін 어떤 모습일지 менің қандай күйде боларым белгісіз. 이 메일을 본다면 Бәлкім осы хат арқылы саған деген өшпес сезімім 혼자만 мәңгі есте қалар. Мәңгіге. 고백하고 싶습니다. Мынау қалай? Жарасат деп ойлайсың ба? Бүгінгі кездесуім сәтті аяқталарына сенімдімін. Бүгін өз тағдырымды кездестіретін шығармын. Одан да продюсерлердің арасынан біреумен кездесіп көрсеңші. Жоқ. Неге? Оңаша кездескен кезде де жұмыс туралы әңгіме айтамыз ба? Бүгін осыны киіп барайын. Жоң, бір жыл бұрын жазылған хатты қазір оқи аламын ба? Хатты алдын ала жазып, бірнеше уақыт өткен соң жібере алатын бағдарламаны білмейсің бе? Мынаны киіп көрсем бола ма? Әрине. Костюмыңыз бар екен ғой. 있으셨네요. Осындай кездесулерге кию үшін алғам. Кездесу? Бұлай боларын кім білген? Чат арқылы алғаш сөйлесе бастағанда өзімді түсінетін қызды әйтеуір кездестірдім деп ойлап ем. Бір-бірімізді жақсы түсіндік деп ойлайсыз ба? Иә. Өмірлік серігімді кездестіріп, енді тіпті үйлену туралы да ойланып жүрдім. Осы себепті чат арқылы танысу қауіпті екен ғой. Тамаққа тапсырыс берейік. Қытай асханасынан Қытай үйрегін жегенді жақсы көремін. Иә, өте жақсы көрем. Қымбат тамаққа тапсырыс берсеңіз де болатын еді. Мен Қытай асханасынан тек кеспе ғана жеймін.
Жақын емес адамға қарама қарсы отырсам, қақалып қалатын әдетім бар. Лахабаты көктемгі аңыз. Неге күліп отырсың? Продюсерлердің біреуімен кездесіп көр деп ең, дегеніңе жеттің. Чат арқылы танысуыңды енді доғар. Осыншама көп жігітпен танысып жүріп, өз бақытыңның қасыңнан қалай өтіп кеткен байқамай қаласың. Бақыт? Сонда тағдырым имырза ма? Қанша қашып жасырынсаң да, сол тағдырың алдыңнан шыға береді. Тағдыр деп осыны айт. Түсінесің бе? Сен кітап жазып жүрген жоқсың ба? Енді не істедім? Кітапханадағы жігіт. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жүріңіз, бізбен бірге шарап ішіңіз. Йоңмин! Міне, тағы да осы кездесуімде де сүрініп шығылдым. Жігітім, сен бұл туралы не ойлайсың? Білмеймін. Ол жігіт тағдырыңыз шығар. Мынау да тағдыр дейді. Жол, кеттік. Біраз айығып алсын. Сосын қайтарсыздар. Тағы да хат келді ме? Күн сәулесі түсіп тұрған терезенің алдында отырғанда, сені алғаш рет көрдім. Өткен жолы айтқан жұмыс туралы сұрастырып көрдім. Қашаннан бастауға болады? Ертеңнен бастап. Менің небәрі 2 сағат бос уақытым бар. Солай ма? Жұмыстан бас тартпаймын. Істеймін ғой. Рахмет саған. Осы сынақтан өтеріме сенімдімін. Білесің бе? Өзің көмектестің ғой. Сынақтан өтпей қалған студенттер, өз еріктеріңмен шығыңдар. Мұнаны алыңыз. Неге? Енді мен бәрібір келе алмаймын. Мені күте. Әлгі жігіт көрші мектепте оқиды екен. Солай ма? Екеуміз бір университетке түсіп кетсек қой. Қолынан келмейтін шығар. Ол мектепте сабақты жақсы оқиды деп естідім. Солай болған күнде де екеуміз бір университетке түсетін боламыз. Чайоңмин, кешігіп қаламыз. Оян! Мынаған не болған? Таңға шішкен соң қайтадан ұйқым келді. Директор, бізге жақындап келе жатыр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Махаббатқа толы күн бағдарламасының сценарийін жазушыларсыздар ғой, солай ма? Иә. Бағдарламаны үнемі тыңдап отырам. Рахмет. Сау болыңдар.
альбомның CD дискісі жоқ па? Тоқтай тұрыңыз. Кешіріңіз, бізде жоқ екен. Бірақ тапсырыс берсеңіз алып кетесіз. Қанша уақыттан кейін? Бір апта ішінде. Маған бүгін керек еді. Не істеп отырсың? Сен де әлгі хатты оқыдың ба? Сен де оқып қойдың ба? Ол қазір қайда екен? Шетелде емделіп жатыр дейді. Хаттарда әлгі жігіт бізде жұмыс істейді деп жазылған ғой. Иә. Ол жігіт кім болды екен? Сен бүгін демаласың ғой. Неге ерте тұрып алдың? Бүгін демалыс екенін ұмытып кетіппін. Сәлеметсіз бе? Жаңбыр жауып кетті ме? Мен осы әуенді ұнатам. Келдік. Сізге үлкен рахмет. Осында тұрасыз ба? Иә, Үйіңіз әдемі екен. көріскенше. Тырнағыңды гүлді бояуға бояғаның не? Алғашқы қар жауғанша тырнағымда осы бояу қалса, алғашқы махаббатыңды кездестіреді екенсің. Алғашқы махаббат дегенге сенесің бе? Әлгі жігітті іздеп тапқым келеді. Неге? Өзін бір қыз жақсы көретінін айтқым келеді. Иә. Ой, біреу хабарласып жатыр. Алло? Иә, мен шөлдеген елікпін. Иә, сол жерде кездесейік. Йоңми, кеңсеге бара бер. Жоң. Шынымды айтсам, мен ол туралы ештеңе білмеймін. Әлгі үйдің бос тұрғанын естіп, сені қоныстандырдым. Ненің шын, ненің өтірік екенін білмеймін. Сонда не білесіз? Ол қыздың кім екенін айтып беріңізші. Бұл жерде қаншама адам жұмысқа келіп кетіп жатады. Компанияның кадр бөлімі білетін шығар. Солардан сұрап көр. Көріскенше. Есік жабылады. Бұл жердегі қызметкерлер ай сайын ауысып тұрады. Айтып тұрған адамыңыздың кім екенін табу өте қиын. Мекен жай арқылы табуға болмай ма? Мекен жайларында жиі ауыстыратын адамдар бар ғой. Уақытша жұмыс істеген қызметкерде болуы мүмкін.
радио аркылы берсек калай болот? Біздің бағдарлама арқылы ма? Хатын бағдарлама аркылы оқып тұрсаң, бәлкім кім екенін тез табармыз. Солай емес пе? Дұрыс айтасың. Барлық тыңдарманның сондай хаттарын жинап, оқысақ болады. Табылған ақыл. Біреудің сезімін екінші адамға жеткізу үлкен жақсылық. Өздеріңіз тікелей сезімдеріңізді жеткізе алмай жүрсеңіздер, көмекке біз дайынбыз. Жауапсыз махаббат сезімін бастан кешіп жүрсеңізде, біздің редакциямыз сүйіктіңізге сезіміңізді жеткізуге дайын. Бұл таңғажайыпқа әлі де сен алар емеспін. Екеуміз міне енді бір университетте оқитын болдық. 같은 학교에 들어갈 수 있었습니다. Сенің жаныңа бара алмасам да, сыртыңнан қарап жүргеннің өзі мен үшін бақыт. 저는 행복했어요. Иә. Ал мұқият болыңдар. Сырт көзбен қараған адам бұл суреттен ештеңеде түсін алмасы анық. Бірақ суретші әлемді қалай қабылдайтынын өз туындыларында көрсетеді. Қанық түстермен шашырап жатқан сызықтардың өзі суретшінің әлемін бізге ашып көрсетуі мүмкін. Астарын ашады. Ұқтыңдар ма? Кездесуге бірге барайық. Жоқ, өз кездесуім бар. Не дейсің? Бізге айтпай қыз тауып алғансың ба? Иә, қызбен кездесемін. Одан да бізбен бірге жүрсеңші. Бара алмаймын. Бұл жолы бізбен бірге барсаңшы. Жоқ, бара алмаймын дедім ғой. Жарал жүрек деген сіз бе? Сен бұйырмасын. Небәрі бір-екі рет чат арқылы сөйлескен едім. Екеуінде де сізбен сөйлескен екенмін. Такси! Тоқтаңыз! Не болып қалды? Амансыз ба? Қай жеріңіз ауырды? Ай, ау. Аяғыңызға дәл келген сияқты. Иә. Осыған дейін саған деген сезімімді білдіре алмадым. Бірақ тым болмаса сәл жақын болу үшін телерадио компаниялардың біріне жұмысқа тұрдым.
Өйткені сыртыңнан қарап жүру менің өмірімнің мәні болып кеткендей. Үнемі осылай ғой. Көп адамның арасында жүріп дұрыс жаза аламыз ба? Жазамыз, уайымдама. Бірақ жаныңда жүрудің өзі мен үшін орындалмас арманға айналғандай. 했던 것 같습니다. 분명코 Осылай боларын білгенде, 더 많이 ертерек жақындап, сен үшін күресер едім ғой. 때도 알았더라면 Біз бәріміз уақыт өткен соң, өткен өмірдің қателіктерін ойлап, өкінумен боламыз. 과거에 Өткен өмірге бұрылып қарап, өкіну кез келген адамның басынан өтетін жағдай. Сондықтан да жақын адамдарымызды қадірлеп, қателік жібермеуге тырысайық. Йоңмин, Иә. өткен жолы іздеген дейсіңіз. Аға, іздеп тапқым келген еді. Әлде біреудің өміріне рұқсатсыз араласып кеткендей болды ма? Білмеймін. Аға, ол қыз мені түсінер ме екен? Оның жауапсыз махаббатын баршаға жария еткені мақылсыздық болды ма? 너무 경솔했던 것 같아요. Дұрыс болмады. Егерде бағдарлама арқылы сол жігіт табылып қыздың сезімін түсінер болса, керісінше жақсы жасағаның ғой. Солай болса екен. Әрине. Жадынан айырылды дегеніңіз қалай? Ота жасап көрсек, Ота жасасақ, жағдайы керісінше нашарлап кетуі мүмкін. Мұндай жағдайда жасалған ота өміріне қауіпті болады. өтінем, көмектесе көріңіз. Артымнан ерген жалғыз қарындасым. Кешіріңіз. Дәрігер мырза, маған ота жасаңыз. Жадымды жоғалтқым келмейді. Өтінем, ота жасап емдеңіз. 저 수술하게 해주세요, 선생님. Емдеңізші мені. 당신의 Енді сен туралы естеліктерді жоғалтқым келмейді. 지금이라 Тым болмаса қазір айтып қалайын. Сені сүйем. Мен сені сүйем. Тапсырысыңыз дайын болды, асыңыз дәмді болсын. Рахмет. Қабілеті бар екенін мен бірден білдім ғой. Айтып едім ғой, Йоңмин осы жолы бәрімізден асып түсті. Дұрыс айтасың. Ғаламторда бәрі тек осы бағдарлама жайлы айтып жатыр. Тіпті арнайы бет ашып қойып, оқырмандардың саны көбейіп келеді. Бүгін Йоңминнің жетістігін атап өтуге жиналдық. Тойып жеп алыңдар. Йоңмин, рахмет. Астарың дәмді болсын. Йоңмин, неге жемей отырсың?
Мұндай қабілетің барын кім білген? Не дедіңіз? Ештеңе айтқан жоқпын. Неге жемей отырсыңдар? Жеңдер. Иә, өте дәмді екен. Иә, дәмді екен. Жион ханым түскен телехикаяны қайта жазуды ойластырып жүрмін. Сен қалай ойлайсың? Мұным дұрыс па? Сен шынымен де ақыл есіңнен адасайын деген екенсің. Бір шешімге келдім. Жион ханым неге қатты боянатынын білесің бе? Жол апатынан кейін бетіне бірнеше рет ота жасатқан. Енді сол бұрынғы кезін қайта есіне түсіргісі келеді дейсің бе? Менің ойымша, Жион ханым өз ісінің шебері. Бұрын болған, қазір емес. Менің ұсынысым ұнап қолдайтынына сенімдімін. Көресің. Тағы да ұрыс естейтін болдың ғой. Ей, чайың мен. Жазушы болған соң ойыңа келгеннің бәрін жаза беруге болады деп ойлап жүрсің бе? Осыған мен рұқсат береді деп ойладың ба? Тыныштық па? Иә, шектен шығып кеткен сияқтымын. Мен саған сыйлық алып кел. Үйіне жіберсе де болатын еді ғой. Чайың мен алға. Мына адам маған да сыйлық алып келсе ғой. Осында келетін уақытымызды қайдан білген? Сәлеметсіз бе? Сыйлық алыпсың ғой. Иә. Чайың мен алға. Енді үйге оңай алып барам. Рахмет. Мен қателік жібердім бе? Жоқ. Қателік жасаған жоқпын. Солай емес пе? Иә, дұрыс айтасың. Бәрін дұрыс дедім. Қане алып қой. Бүгін алғаш рет кездесіп отырсақ та, сен мені жақсы түсінесің. Жаңағы көрген жігіт қалай? Сымбатты ма? Даяшы! Қазір апарам. Шарабыңды әкел, тез!
Қазір. Алып қой. Жоңи мырза? Сіз бе? Осында болдың ба? Басқа біреу емес. Жанымда жүрген сен қалайша осы уақытқа дейін менен жасырып келдің? Йоңмин, продюсерлермен кездескім келмейді деп алып, Ие мырзамен кездесіп жүргенімді айта алмадым. Ренжімеші енді. Еңгеу ғой? Алло? Еңгеу? Үйіңе жеттің бе? Иә, мен де. Қайырлы түн. Еркелеп тұр ғой. Сіз бе? Қорқып кеттім ғой. Қорқытып жібердің бе? Кешір. Кешкі уақытың бос болсын. Тосын сыйлығым бар. Рас па? Еңменің ұсынысы бойынша бір жақсы жерге барам. Күт. Менің жігітім не еткен сүйкімді еді? Сүйкімдісін ай. Мені қойшы, сен сүйкімдісің. Ауырып кетті. Половстер екен ғой. Жаңа жинағы шықты ма? Половстер сүйікті жазушыңыз ба? Иә. Нью-Йорк трилогиясы. Новеллалар жинағы ұнайды. Оқып көрдіңіз бе? Иә. Сізге қай бөлім ұнады? Маған бәрі ұнады. Маған бірінші бөлім ұнады. Болмысы бірте-бірте жоғала бастаған жазушы туралы. Осылай жадыңды жоғалтып алсаң, ешкімді танымасаң, тіпті ойлап кетсем қорқынышты. 너무 끔찍할 것 같아요. Еске алмай-ақ қояйық. Менің жұлдызнаматасым ғой. Мен соғиғышпын. Сау болыңыз. Абайлап. Көзімді шешсем болмай ма? Сәл ғана шыда, міне келіп қалдық. Міне. Дәретханаға барып келсем болмай ма? Болмайды әрине. Шыдай алар емеспін. Осында күте тұр. Сәл ғана шыдасаң болды. Шыдай алар емеспін. Ішім ауырып кетті. Не істесем екен? Дәретхана қайда? Қайдан келген иіс? Мінекей! Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің менен болсын, туған күнің менен. Ұйықтап жатырсың ба? Жоқ. Шарапты көп ішіп қойдың ба? Таңертең ерте тұру керек. Сүйіктім, Иә. сенімен бір бөлмеде жатқан соң біраз толқып жатырмын. Тіпті ұйқым келер емес. Сен не айтып жатырсың? Жоң. Иә.
Қайырлы түн. Өзіңе де қайырлы түн. Жон, Болды. Доғарыңдар. Сәлеметсіз бе? Таңғы ауа сондай таза екен. Иә. Бағдарламаларыңызды үзбей тыңдап жүрмін. Солай ма? Түнде серуен деген жақсы екен. Маған да түнде серуендеген ұнайды. Сәл ертерек кездессек, тез жақын болып кетер едік. Біз алғаш рет қайда кездестік? Лифтінің ішінде. Мен ақмақ біреу деп ойлап қалған шығарсыз. Жоқ. Қылықтарыңыз сүйкімді деді. Кітаптағы бір әңгіме туралы айтып берейін. Бір қыз бен жігіттің алғашқы кездесулері сәтсіз болған екен. Бірақ сонда да екеуі бір-бірін жақсы көріп қалады. Ол жігіт әлгі қызды шарапханада кездестірген ұмытқысы келіп, гүл саябағын ертіп барады. Саябақтың ішінде мен сені осы жерде алғаш кездестірдім деп айтқан екен. Мынаны қара. Бұл мүлден басқа әлем ғой. Гүл базарына алғаш рет келіп тұрсыз ау? Иә. Таңертең ерте тұрып, жазу жазғанда мына кісілер гүл базарын ашып жатады екен ғой. Бәрі сондай қызықты. Менің есімім Кин Джун Хо болады. Рұқсат етсеңіз, сізге гүл базарын аралатайын. Күлгеніңізді бірінші рет көріп тұрмын. Жақсы. Мен де бұл жерге алғаш рет келіп тұрмын. Есімім Чао Мин болады. Жүріңіз. Иісі керемет мына гүлдің. Алыңыз. Сонымен біз алғаш рет гүл базарында кездестік пе? Әрине.
제게 сонымен мен алғаш махаббатымды кездестірдім. 그 사람을 Аға, 가지실게. ол адамды сізге таныстырғым келеді. 여러분은 Осы адамдар не себепті бір-біріне ғашық болады екен? 기억하시나요? Бір-біріне шынайы ғашық жандар қосылмайды деуші еді. Сол рас па екен? 오늘부터 새로 Бүгіннен бастап біз олардың ғашық болған жолдары атты жаңа тақырыбымызды бастаймыз. бұл сенің ұсынысың ба? 보고 만든 거. Сен жасаған жоспарда бұл Алдымен әдемі тақырып бар әуен еді ғой. тыңдап алайық, содан соң тақырыбымызды бастаймыз. JD тобының сен жалғызсың әні. Басында айғайлап алып, енді келісіп отырғанын қарашы. сәлеметсіз бе? Сынып қалған. Асығып тыйын салып жібердің бе? Еңмен, бірге салқын су ішеміз бе? Рахмет. Оқасы жоқ. Мына жер неткен керемет еді. Келген бойда қарбала жұмысты ұмытып кетесің. Жұмыстың кесірінен сені қинап қойдым ба? Жоқ. Бұдан да жақсы жұмыс істеуге тырысамын. Онсыз да жақсы істеп жүрсің. Біреумен кездесіп жүрсің бе? Олай емес. Неге ұяласың? Бәрі сырт көзге білініп тұр. Әйел адам боянып сыланса, махаббат сезіміне берілді дегені. Әлгі хатта жазылған жігітті әлі іздеп жүрсің бе? Махаббаттан басың айналып қолың тимей жүрген шығар. Жоқ. Іздеуің тоқтатқаның рас қой. Ол қыз шетелден қашан қайтып келеді?
Сені қорқытып жібердім бе? Мынаны маған алып келдің бе? Иә, Сәл ғана күте тұр, қазір жұмысым бітеді. сенің сүйікті жігітіңді бір қыз 10 жыл бойы сырттай жақсы көріп келгенін білсең, не істер едің? Айтшы, не істер едің? Не болды? Менің жігітімді біреу жақсы көріп қалып па? Олай емес. Жігітіңе айтар ма едің? Жоқ, кездесіп жүрмесе оның несі маңызды? Сонда да айту керек деп ойлаймын. Мен айтпас едім, өйткені ол менің жігітім ғой. Сонда да айтқан дұрыс болады. Менің басым ауырып кетті. Мен ұйықтаймын. Сырттай жақсы көрген әлгі қызды неге ойламайсың? Қойш енді, шаршадым. Бүгін таңертең көзімді ашқан бойда сенің жаныңнан кетуім керек деген ойға келдім. Менің бойымдағы дертім сен туралы естеліктерді жоғалтып, сырт көзбен бақылаған қадамдарымды баяулата бастады. Егер де дертім асқынып, сен туралы естеліктерді мүлдем жоғалтсам да, менің жүрегім мәңгі сендік болады. Көзіме күн сәулесі шағылыса түскен. Сен алғаш кездестірген сол бір күн өмірімдегі ең бақытты сәт болып қалады. Бойымда қалған өзің туралы естеліктер әлгі құм сағат сияқты тоқтап қалса екен деймін. Мәңгіге тоқтап қалса екен. Йоңмин, ойындадым ғой. Тұтқан неге көтермедің? Тыныштық байте бер. Бәрі дұрыс па? Иә, қолым тимеді. Йоңмин, тоқташы. Мынаны алыңыз.
Әлекей. Йоңмин, менің қолымнан шарап іш. Не болды? Мен шарап ішкің келмей ме? Жоқ, қиыңыз. Еңменнің бүгін көңіл күйі жоқ. Неге бәрін қорғаштай бересіңдер? Сіз кімді жақтап отырсыз? Түсінбедім. Ішкенді доғар. Онсыз да көп іштің. Жион ханым, бұныңыз қалай? Менімен бірге 2 жыл жұмыс істегеніңізді ұмыттыңыз ба? А? Біреудің танысы арқылы жұмысқа тұрды деп айтқаныңызды ұмыттыңыз ба? Сіз мені таныс арқылы жұмысқа алдыңыз ба? Таныс арқылы емес. Ұсыныс хатыңа қарап алдым. Мен ештеңе білмеймін, түсін. Білсем де айта алмаймын. Айттыңыз. Ол адам... Қалай айтсам екен? Өзің де біліп тұрсың ғой, өзіңе неме көмектесіп жүретін әлгі адам. Не? Менің жұмбақ жәрдемшім. Сізді көретін күн бар ма екен? Осы уақытқа дейін асыға күткен сәтім жақындады ма? Сене алар емеспін. Мен сізді көремін бе? Мен өзім ойлап жүрген әлгі жұмбақ жәрдемшің емеспін. Ініме көмектескім келді. Бәрін інімнің орнына істедім. Мынаны алыңыз.
дерті әлі сыр беріп жүрген жоқ. Бірақ уақыт өткен сайын Ким Жун Хо мырзаның дерті асқынып, жадын жоғалта бастайды. Бұл жазылмайтын ауру. Ауыр дерт. Аға. Жоқ, Жунхо. Осы уақытқа дейін ұзын әрі биік көпірмен жүріп келгендеймін. Қаншама жылдар бойы не артыма, не жаныма қарамаған екенмін. Тек алға ғана жүрдім. Осы сәтті асыға күтіп едім. Енді өмірімде бірінші рет өкініш сезімі қалай болатынын түсініп отырмын. Енді мен не істеуім керек? Айтыңызшы, не істеуім керек? Жұмысың бітті ме? Иә. Жағдайың жақсы ма? 참, 기다리 아저씨는 아직 못 찾았어요? 찾았어요. 어떻게 찾았어요? 고개를 돌렸더니 옆에 있더라고요. 10년 동안 왜 옆을 보지 못했는지. Керемет, жұлдыздар неткен көп еді. Жұлдыз туралы аңызды білесің бе? Атақты адам қайтыс болса, аспандағы жұлдызға айналады деген бе? Жоқ, мен оған сенбеймін. Адамдардың бәрі қалай атақты болады? Әлде жеті қарақшы туралы аңызды айтып отырсың ба? Басында аспанда мүлдем жұлдыз болмаған екен. Адамдар бір-бірін ұнатып, ғашық бола бастаған сәттен бастап, әрбір жұптың сезімі осындай аспандағы жұлдызға айналған дейді. Міне, осыдан кейін аспанда жұлдыздар көбейе бастаған. Міне. Еңмен, мұнаны қара. Тез бір тілек ойла. Жұлдыз аққан сәтте тілегің орындалады дейді. Жоқ. Неге? Бәрібір ол тілегім орындалмайды. Жұлдыз құлап бара жатыр. Тілек ойла.
비밀이에요. Жунхо, білесің бе? Сені алғаш рет кездестірген сәтте жүрегім қатты соғып, өне бойым дірілдеп кетті. Сол күннен бастап кітапханаға жиі бара бергім келді. Білесің бе? Әлі саған жауап хатта жазған жоқпын. Жунхо, 영민, сені кітапханада алғаш кездестірген сәтте мен де дәл сондай сезімде болдым. Саған ғашық болып қалғанымды түсіндім. Бұрыннан бері сені танып білетіндеймін. Сені көрген сайын алдағы уақытта қалай бірге болатынымыз жайлы қиялдай бастадым. Бірге саябақта қол ұстасып қыдырсақ, кино тамашаласақ, дәмді тамақты да бірге ішсек, жүзің жабырқау кезде сыйлық жасап, үнемі гүл сыйлағым келеді. Мен сені сүйем. Мен сені сүйем, 영민. Өмірімнің соңғы күніне дейін сенің жаныңда болғым келеді. Бірақ та дертім асқынып,
өзің туралы естеліктерді жоғалта бастадым. Егерде жағдайым нашарлап, есімнен адаса бастасам, өзіме жазылған хаттарды оқып, сен еске ала алмайтын шығарман. Бірақ бұл хаттар арқылы мені өзің іздеп табарсың деген сенімдемін. Сен туралы естеліктерді жоғалтқым келмейді. Сен туралы ұмытып кетсем де. Сол басқа адам қалпында да сені қайтадан жақсы көргім келеді. Шыршаны сәндеп қойдыңдар ма? Мені күтпедіңдер ме? Менің де шырша сәндегім келбет. Басқа жоқ па? Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Махаббатқа толы күн бағдарламасының жүргізушісі Ким Жиен. Таңертең аспанға қарадыңыз ба? Бүгін бір-бірімізді жақсы көріп, сезімімізді білдіруге арналған күн. Кейде біз бұл сезімді байқамайда жүреміз. Дәл қазір сіздің жаныңызда кім жүр? Айналаңызға қараңыз. Бәлкім сіздің бақытыңыз дәл жаныңызда жүрген болар. Сол тағдырыңызды байқамай жүрген боларсыз. Ал енді бірінші хатқа кезек берейік. Көптен күткен хатымыздың бірі екен. Жұмбақ жәрдемшіге жолдап отырған хаты. Сәлеметсіз бе, жұмбақ жәрдемшім? Сізге хат жазбағалы көп болды. Мен қазір сізбен кездесуге бара жатырмын. Мені күтіп отырсыз ба? Бүгін де маған тосын сый әзірлеп отырсыз деген үміттемін. Йоңмин, қара. Жұлдыз ағып бара жатыр. Тілек. Жұлдыздың жарығына адамның тілегі шағылысып, ойлаған тілегің орындалады деген сөз бар. Қане? Бір тілегіңді ойла. Қане? Тілек айт. Өтірікші. Ойлаған тілегің орындалады деп едің ғой. Сол кезде не тілегенімді білесің бе? Осы жерге тағы да Жунхомен бірге келсем екен деп тілеген едім. Жунхо, сол кездегідей тағы да сенен сыйлық алғым келеді. Фильмнің соңы 2015 жыл.